Ең алғашқы уақыт өлшемдері күнтізбелер құру үшін күн мен түннің ауысуы мен жыл мезгілдерінің өзгеру заңдылықтарын қолдана отырып, табиғи әлемнің циклдарын бақылау болды. Уақытты ыңғайлы қораптарға салу үшін күн сағаты және механикалық сағат сияқты дәлірек уақыт көрсеткіштері пайда болды. Бірақ біз нені өлшейміз? Уақыт физикалық тұрғыда бар нәрсе ме, әлде ол тек біздің ойымызда ғана бар ма? Алдымен жауап айқын болып көрінеді. Әрине уақыт бар. Ол біздің айналамызда үнемі жүріп тұрады. Онсыз әлемді елестету қиын. Бірақ уақыт түсінігі Эйнштейннің арқасында күрделене бастады. Оның салыстырмалық теориясы уақыттың барлығы үшін тоқтамай жүріп жатқанымен, әртүрлі жағдайдағы адамдар үшін бірдей жылдамдықпен жүрмейтінін анықтады. Мысалы, жарық жылдамдығына жақын жүрсе, немесе өте үлкен қара құрдым жанында айналса. Эйнштейн уақыттың икемділігі мәселесін оны кеңістікпен біріктіре отырып, бүгілетін, бірақ дәйекті және болжамалы кеңістік уақыт ұғымын қалыптастыра отырып шешті. Эйнштейннің теориясы бойынша уақыт ғаламның өзегінде өрілгенін растайтын сияқты болып көрінді. Бірақ ол толық шешпеген үлкен сұрақ бар. Неге біз кеңістікте кез келген бағытта қозғала аламыз, ал бірақ уақыт бойынша тек бір ғана бағытта? Біз не істесек те өткенді өзгерте алмаймыз. Мұны уақыт бағыты деп атайды. Ас бояуының бір тамшысы стакандағы суға тамғанда, біз бояудың тамшыдан тарала келіп, ақырында су тегіс болатынын білеміз. Қарама-қарсы жағдайды елестетіп көріңіз. Онда біз уақытты артқа қарай жүріп жатыр дейтін едік. Біз бояу судан бір тамшыға жиналатын ғаламда емес, тамшы судан таралатын ғаламда тұрамыз. Физикада бұл термодинамиканың екінші заңымен сипатталған. Уақыт өте келе жүйелер бұзылады, яғни энтропия пайда болады. Біздің ғаламдағы жүйелер тәртіптен хаосқа ауысады, және бұл уақыттың бағытын анықтайтын ғаламның сипаты. Егер уақыт ең негізгі өлшемдердің бірі болса, онда ол ғаламды сипаттайтын ең негізгі теңдеулер болуы керек қой. Қазіргі уақытта бізде физиканы қамтитын екі теңдеулер жиынтығы бар. Жалпы салыстырмалық физика өте үлкен заттардың мінез құлқын сипаттаса, кванттық физика өте кіші заттарды түсіндіреді. Осы екеуін бір ортақ бәрінің теориясына біріктіру соңғы жарты ғасыр ішінде теориялық физикадағы ең үлкен мақсаттардың бірі болып келеді. Көптеген талпыныстар болғанымен, әлі ештеңе дәлелденбеді. Екі салада уақыт түсінігі әртүрлі. Бір қызығы, Уиллер-Дьюит теңдеуі деп аталатын бір ұсыныста уақыт мүлде ескерілмейді. Барлық қазіргі теориялар сияқты, бұл теңдеу де болжам болып табылады. Бірақ егер аталмыш немесе өзге уақыт ескерілмейтін теңдеу шын болып шықса, бұл уақыттың ең іргелі деңгейде жоқ екенін білдіреді ме? Уақыт біздің ғаламды қабылдауымыздың шектеулерінен туындаған қандай да бір елес болуы мүмкін бе? Біз оны әлі білмейміз. Бірақ бұл ойлау әдісі бұрыс болуы мүмкін. Уақыт негізгі өлшем ретінде емес, ол төтенше өлшем болуы ғажап емес. Төтенше өлшемдер дегеніміз жүйенің жеке бөліктерінде жоқ, бірақ тұтас жүйеде бар заттар. Әр жеке су молекуласында толқын болмайды, бірақ мұхитта бар. Фильм қимылсыз суреттер тізбегінің қолдануы арқылы жасалады. Суреттерді жылдам көріп үлгеріп, біздің миымыз қимылсыз суреттер тізбегіне қарап, уақыттың өтіп жатқанын сезінеді. Фильмнің жеке кадрлары уақыттың өтуін өзгертпейді, бірақ уақыт жеке суреттердің қалай біріктірілгендігіне байланысты өзгереді. Қозғалыс нақты, бірақ сонымен бірге елес. Фильмдегі қозғалыстар шын, бірақ иллюзия. Уақыт физикасы осыған ұқсас иллюзия болуы мүмкін бе? Физиктер осы және басқа сұрақтарды әлі күнге дейін зерттеу үстінде. Сондықтан біз бұны әлі толық түсіндіре алмаймыз. Тым болмағанда дәл қазір түсіндіре алмаймыз.